Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге тағы да Амандық YouTube каналы және де сіздермен бірге мен. Бүгін біз хоррор ойын, не хоррор ойын білмеймін, белгісіз. Бұл ойынды TikTok'тан бір кадрларын көріп қалған болатынмын, сол үшін қазір ойнайын деп отырмын. Енді мені ойындарды қайдан табады деп ойлайсыңдар? Аспаннан түспейді ғой маған. Мен контенттерді іздеймін, кейде іздемей отырған кезде алдымнан шығады. Мына ойын менің алдымнан шықты және де сіздерге көрсеткім келіп тұр. Давай. Так, енді. Все, күте тұр. Настройки, графика. Ультрамис. Высок, давай. Хотя бы высокий давай. Бұл өйткені менде игровой ноутбук дегенмен ол көтеремін, ол көтермеймін, құдай білсін. Давай, біз енді қай жерде келдік. Бір жалғыз сүйері бөлме. Мен галлюцинациямен каждый день страдать етем. Бұл обычно порядкіде, бірақ маған мынандай галлюцинациялардан сақ болу керек. Те, что не исчезают, жоғалып кетпейтін галлюцинациялардан сақтану керек. Те, что преследуют меня, менің артымнан аңдып жүргендерден, предупреждение. Если они коснутся меня, я потеряю сознание. Егер де олар маған тиетін болса, тиісетін болса, мен өзімнің есімді жоғалтып аламын. Если исчезла, я могу расслабиться. Егер де жоғалып кетсе, мен тынышталамын дейді главное. Так, мына жерде кішкентай полечить деген соң. Получить лекарство от посетителя. Давай кішкене. Так, мында көріп тұрғанымыздай біз кукла жинайтын сияқтымыз. Если галлюцинациялар жоғалып кетсе, барлығы нормаға келсе, есікті ашуға болады. Егер де галлюцинациялар жоғалмаса, есікті ашудың орнына өзіңнің дәрілеріңді пайдалан. Давай, қояйық. Что-то кішкене мрачноватый комнатадамыз ба? Есікті емен ашамыз ба? Қалай ашамыз? Күте тұр. Енді бізде қызық басталды. Давай, комнатадан шығамыз. Комнатада не нәрселері бар жаттап алуымыз керек. Картина, лампа, мынау янсызы тұр өзінің орнында, календар. Бүгін бірі. Так, бәрі нормальный. Диванның үстінде жастықтар. Біздің қазақтың жастығын олсайды екен, ою-өрнекте. Жоқ, бұл өтірік айтамын, Китайдікі екен. Китай, Японияныкі. Давай, телевизордан өшіріп тастайық пока. Тек глюк естілетін сияқты ғой. Так. Есік соғып тұрған сияқты ма біреу бізде? Есік соғып тұрған сияқты ма? Ан жақ қараңғы. Свет мен жағалам ба? Или оңысы өз жана ма? Біреу есік қағып тұр. Неге қараңғы мұн жақ? Жоқ, есік қағып тұр біреу. Түсініп тұрмын. Есік қағып тұрғанын, пока мына жерлерді қалайшы. Есік не үшін қағып тұр ол? Жоқ, мына жақ неге қараңғы, мен түсінбейтім соны. Болды, нормально. Өзіңіздің қорқынышыңызбен алдыға қарай жүрсек, свет өзі жаңа деген қайшы бар, мұнда ыдыс аяқтары бар. Ала алмаймын да, қолыма аларды аша аламын ба? Так, ашалады екен, көрейік. Тек мына есік қана ашылады екен. Шкафтардан давай. Енді барып көрейік. Так, свет мен келсем өшеді. Келсем жанады. Так, біреу. Ёп, твою мать, сен кімсің? Бәлем мынау? Ё-моё, балық бас қой мынау? Күте тұр. Есікті ашайын ба, ашпайын ба? Пока ешқандай явление жоқ сияқты, да? Так, ванная комната бәрі нормально. Так, менің отображением ма да терезеде? Давай, бәрі нормально, пока. Светті өшірмеңдер, шей. Так, туалетті ашаламыз. Жерде екі бумага. Зубная паста, полотенце деген соң. Давай, сүлгі тұр екен. Давай, келеміз. Бәрі нормально сияқты. Давай, тағы бір қарап жүрек. Үй.
Приятно ма осы? Ну, әлі қағып тұр ғой. Қолы не? Қолы қандай? Күте тұр, давай. Есікті ашып көреміз. Мына жерде ешқандай явление жоқ. Если андай галлюцинациялар бірдеңелер болатын болса, есікті ашпай біз дәрімізді ішуіміз керек. Мына жерде бәрі нормально. Екінші күнге өттік, нормально. Екінші күнге өттік. Значит, бізде галлюцинациялардан ештеңе болған жоқ. Бәрі нормально болды. Нужна кукла керек дейді. Тағы алып кел. Но менің кукла сұрап отыр ғой, что-то. Кукла? Хорошо, мен кукланы іздеймін, бірақ менің басымнан кетіңдерші дейді. Тағы есік қағып тұр, күте тұр. Бәрі нормально. Орындарында тұр, өздерінің. Ешқандай галлюцинация жоқ. Пока ештеңе көрінбейді. Нормально. Ема. Ал картинка что-то біреу тұрған сияқты андайды, как будто бір монахиня тұрады ғой ужастиктерде, сол тұрған сияқты болып кетті. Давай енді мынаның ішінде нормально. Свет жана ма, жанбай ма? Давай свет жанды. Ваннаны тексереміз, қараймыз. Бәрі нормально. Әлі өзімізді көрмейміз, сонымен мынаның ішінде бумагалар бәрі бар, туалеттің ішінде бәрі нормально. Ешқандай галлюцинация жоқ, көріп тұрған жоқ. Есікті қағып тұр. Ёп, твою мать, сен кімсің тағы? Мынау кім? Аузына жүн өсіп кеткен бана? Мынау точно сақыл емес қой. Жай қақшыш, жай. Жай қақшыш, жай. Сен более-менее нормальный екенсің, сен алдыңғы адамға қарағанда. Ана қыздың түрі кәм... Нанет страшный, давай. Че там, брат, не алып келдің? Күледі отырын қара. Давай, лекарствоны алып келді. Үшінші күнге өттік, нормально. Үшінші күнге өттік. Че-то ойын үшінші күнге барады. Мен неше күн өту керек деді, маған вроде 8 күн өту керек деді, да? Аха, ашамыз. Главное, скримермен бір нәрсемен қорқыт жібермесе ол. Главное, біз мына жерде аномалияны, жаңа галлюцинацияны іздеуіміз керек. Осындай ойындарды шығаратын адамдар керемет, өте тамаша. Айтарға сөзім жоқ, шынымен де. Бұндай ойынды шығарудың өзі. Так, бәрі нормально. Суреттер орнында, жастықтар орнында. Әлі есік қақты. Тағы дәрі алып келген сияқты. Так, екі пивім бар. Неге шалам ба мен холодильниктен? Холодильниктен ештеңе шалмаймын. Маркетинг бірдеңе бар. Бірақ өкінішке орай холодильниктен ештеңе шалмайды екенбіз. Мына жерде ештеңе жоқ. Давай, тағы да келеміз. Ой, іш. Да ну нафиг. Телевизор. Бәсе артында бірдеңе кіріп келе жатыр да. Артынан бірдеңе жүріп келе жатыр. Дауыс естіледі, что-то ойлап қоямын, не заты ол деп. Осы екен ғой. Давай, енді көреміз, енді. Так, сен телевизор. Күте тұр. Біреу есік қағып тұр ма? Жоқ, келе жатыр. Ёб твою душу! Блядь! Че это? Ты голова меня вообще? Ёб твою мать! Тормоз! Бля! Нормально, нешінші күнге өттік. Вроде 5-ші күнге өттік па, 4-ші күнге өттік па. В общем, ойынның ережесін түсіндіңдер ғой, иә? Если галлюцинация болатын болса, сразу дәрімізді ішуіміз керек. Так, телевизор, сен главный, самый главный өшіп тұра тұршы. Есік соғып тұр, иә, вроде. Так, телевизордан ештеңе көрсетпейді, нормально. Главный телевизор, сен өшіп тұршы.
холодильник бәрі бір қалыпты. Сонымен ары қарай жалғастырайық, көрейік. Вроде бензопила болған жоқ, Сразу комнатадан шыққан кезде байқадым негізі. Оранжевый бірдеңе болып тұрғанда мына жерде. Давай, енді көрейік. Точно көрейік. Так, мына жерде ештеңе жоқ. Мынаны алған ба? Так, үстінде мыналар болды ма екен? Бірақ мына бензопила точно болған жоқ, қайшылар болды. Мына үстінде басқа нәрсе тұрған сияқты. Көрейік, ашайық. Ванна, бәрі нормально. Ешқандай нәрсе жоқ. Маған бұл галлюцинация болып санала ма екен? Әлде бәрі нормально ма екен? Так, маған кім келіп тұрған қарайшы өтше. Жынбас, сен ба? Сен что-то түрің бүгінше недовольны ғой. Мана нормально түрмен келіп кішкене қағып тұр едің. Тістерін қара. Сен что-то бүгін қорқыныштысың. Бүгін саған есік ашылмайды сияқты. Менде галлюцинация бар. Пила, мына жерде болған жоқ. Пила ма мынау? Тоқта, пила емес. Аты не еді? Не еді аты? Болгарка. Болгарка болған жоқ. Сол үшін дәріні ішіп көреміз. Ал, бісіңді көреміз. Либо келесі күнге өттік. Ойынның бәрі басынан бастады. Бәрі нормально. 6-шы күнге өттік. 2-ақ күніміз қалды. Давай, көрейік. 2-ақ күніміз қалды. Көреміз. Не болып отыр? Бәрі нормально. Телевизор. Нормально. Тексереміз. Бәрі суреттер өзінің орнында, жастықтар өзінің орнында. База өзінің орнында, болгарка жоқ орнында. Көреміз. Кухняда не айқай болып отырған. Мыналар ашыла ма? Мен мыналарды тексерген жоқпын оның алдында. Бәрі. Мынау іші ашылмайды, печка. Значит, бізде ограниченный ашатын заттары бар. Или қозғалмайтын заттары да бар. Мыналар сияқты, например, аквариумға тиісе алмаймыз. Мынау иллюзия. Свет мына жерде бұндай болмау керек. Ох, блядь! Шошық. Бля, мына балық бас не істеп жүр мен үйімде жорғалап. Біресе телевизордан шығады, біресе ваннадан шығады. Собака, блядь. Нормально вроде, да? Блядь, уже 2 рет телевизордан қорқып қалдым. Біріншісінде артымнан келді, екіншісінде уже жаңағы балық бас шықты. Балық бас, біреуі ауыз жүн. Қалай айтамыз басқа? Ауыз шаш дейміз ба оны? Так, светі өшіп тұр. Кухняда. Енді бір нәрсе кухняда болатын сияқты болса. Бізде өткені босқа кухняны берген жоқ. Бізде болады сияқты кухняда. Көреміз. Асықпа, сен қорқытпа, главное. Скример, күте тұр. Бәрі нормально, есік ашылды. Ваннада. Бәрі нормально. Щеткалар өзінің орнында. Су нормально бар, өзімізді көрмейміз. Есік соғып тұр. Артымыздан ешкім келмейді. Кім келіп тұр? Ебаный балықбас! Сен қорқыттың ғой уже адамды. Сен 2 рет үйден шықтың. Мынжақ. Ой, фу, болып кетеді ары қарай. Вроде ешқандай галлюцинация көріп тұрған жоқпын. Ештеңе болған жоқ. Давай есікті ашып көрейік. Неге? Галлюцинация болған жоқ қой или вообще? Мен нені өткізіп алдым? Айтшал, нені өткізіп алдым? Да ё-моё. Мынау болған жоқ қой, аквариумның ішінде. Мына ағаш болған жоқ қой. Күте тұр. Мына ағаш болған жоқ сияқты. Күте тұр. Тез дәріңді ішші. Тез ішші.
нормально. Солай сияқты походу. Қазір екінші күндікін көріп жүрейінші. Ана жерде. Жоқ, или болды ма? Мынау ойын басталғалы бар ма еді? Аквариумның ішінде. Так, мына жерде мынау болған жоқ, де? Мынау не нәрсе вообще? Аквариумның ішін маған тексеру керек па, керек емес па пока? Пока түсініксіз. Мен жаңа бірінші күнімді аквариумның ішін өтіп кеттім. Бірақ басқа галлюцинация мені аңдып тұрған сияқты болды, походу. Үстім солай сезді. Ваннада нормально. Әйтеуір бүйтіп жорғалап шығып жатпасын жаңа. Нормально. Ваннада нормально. Бәрі бір қалыпты. Тағы бір тексеріп өтейінші, тағы бір. Точно ештеңе жіберіп алған жоқпыз ғой, да? Мынау менің жүріп жатқан жақтарым ба, или болмаса маған естіліп отыр ма солай? Күте тұр. Есікті қақпашы, бір-екі рет соқ, өзім келем ғой. О, ёп, твою мать, новый персонаж? Мына жерде фул, мына жерде фул. Бірақ түрі кішкене добрыйлау сияқты алдындағыларға қарағанда. Білмеді, үшінші адам келіп отқан жоқ. Бірінші бақырайған балық бас келді, екінші ауыз жүн келді, үшінші Фредди Крюгер келді. Сен не істеп жүрсің, айналайын? Басқа баратын еш жер жоқ па? Менің үйімнен басқа? Әне есік тұр, ар жағында есік тұр. Неге менің үйім соғып тұрсың, келіп? Так, вроде үйде ешқандай галлюцинация болған жоқ. Есікті ашып көреміз. Қайда галлюцинация, қайда? Мен қайтадан бәрін дұрыстап қарап шығамын деймін, походу. Жастықтар өзінің орнында. Неге? Мен неге мынаны естіп тұрмын? Вроде естімеуім керек, вроде бұл дауыс болмау керек. Тез жүгіре алмаймын, Отыра аламын, тез жүгіре алмаймын. Күте тұр. Қарамайын, есікке кім келіп тұрған, қарамайын, күте тұр. Мен жаңағы дауысты негізі естіп керек. Иә, екінші күнге өттік, дұрыс айттым. Ё-майо. Мынаның ішінде тексермейді шығармыз. Ой, мынаны ашқаннан кейін басталады ғой, главное. Оу! Не шағыл? Мен бұны естімеуім керек, күте тұр. Пока нельзя принять. Неге оны әлі ішуге болмайды? Естідің ғой мен бірдеңе болған? Бірдеңе шағылды ма елі? Бірдеңе шағылды ма, не шағылды? Стекло анық шағылды, бір бутылка, либо болмаса мынаның аржағында терезе шағылды. Бірақ әлі қабылдауға болмайды. Не үшін болмайды? Ваннамен бәрі нормально. Унитаздың ішін вроде соңғы жерлерінде ваннаның тексерген жоқпыз, Бірақ унитаздың ішіне не тығылуы мүмкін? Кім? Жүнгөт сен ба? Ой, жинауыз. Сен ба? Сен маған қандай намерениемен келіп тұрсың маған, соны есікті ашпас бұрын. Иә, есікті аңқытып соға бермек, күте тұр. Тағы бір тексеріп келуім керек мен. Светті өзім өшіре алмаймын. Өзі автоматым өшет жанар. Так, мына жерде гүл бар, өзінің орнында жастық, ою-өрнектер, телефон. Так, орхидея, гүл өзімен өсіп тұр, есік, сағат, болгарка жоқ. Мынаның ішінде еш нәрсе жоқ. Өзі бір қалыпты. Мусор болды, Жоқ, мен сонда да. Бұл да терезе босқа шағылған жоқ. Жоқ, неге онда бостан босқа терезе өзі шағылды?
шағылды, содан кейін жоғалып кетті. Иә, егер де галлюцинациялар жоғалатын болса, онда ары қарай есікті аша берсек болады дейсің ғой. Бірақ манағы екеуінен кейін мен есікті ашуға жата толқын тұрмай қалды. Қамыз, ешқандай звук жоқ, посторонний, бәрі нормально. Светті өшірсін, қайтадан жанар. Кухня. Осы кухняда подозрительно бар походу. Так, на карточка болған жоқ па мана? Имя кажется знакомым. Аттан сияқты. Бірақ, бұны қайдан танымын мен? Может, бұл менің воображением шығар. Мүмкін. Біз алдық, жоғалып кетті қолымызда. Ішерімізде жоқ. Свет жанып тұр. Полотенце орында, аяқ киім бар, мусор бар. Есікті ашамыз, ванна. Бумаг жоқ, қара. Бумаг жоқ, тек зубный паста орында тұр. Бумага қайда, бумага? Так, кім келіп тұр бізге осы жол? Мен балық пасты көретін шығарым не ойласам? Фредди Крюгер екен ғой. Біздің тұсымызге келетін. Жоқ, сені қабылдамаймыз, өйткені бізде бумагалар жоғалып кетті. Жоғалғаннан кейін орнынан келген жоқ. Дұрыс айттым. Екінші күнге келдік. Қайтадан. Манағы 7-ші күнге дейін келгенім есімде, бірақ ол бастапқысында сондай болған сияқты, әдейі 7-ші күнге дейін әкеліп, бізді обратно лақтыратындай болған сияқты. Қорқытпашы біреу. Мен всегда атақты болғанды армандадым, бірақ енді дейді. Не болды енді? Міне, біз кукланың басын таптық. Реальность па или галлюцинация ма, тағы да шатасып жатыр екеуі. Бірақ мен түсінбей тұрмын, кукла шынымен де бірдеңе айтты ма ба, или айтпады ма? Білмеймін, братан, қоя тұршы, мен бүкіл кукланы өстіп жинап отырам ба не сен өзіңше? Давай, нормально. Көреміз. Свет. Светті өшірдім, қайда бір жанды. Телевизор, сен не айтасың маған? Шумы бар. Кухня. Карточка жоқ. Морозильник нормально вроде. Да? Бомжарский холодильник болды бізде басында. Әлде сондай холодильник. Мұнанда бізге бос қайтып қойған жоқ, ашылатын болды. Барайық, көрейік, жақындайық. Пока ешқандай галлюцинация жоқ, тек басында кукла болды демесең. Мәне бумага өзінің орнында, босқа қарамаған екенбіз. Оның ішінде бәрі нормально. Өзімізді көрмейміз. Айнадан. Вроде бәрін тексердім, бәрі өзінің орнында, гүл өзінің орнында. Бізге бұл жолы кім келіп тұр екен? Давай. Балықпас, сен ба? Сен маған дәрілер алып келген шығарсың да онда. Күте тұр. Мен ешқандай галлюцинация көрмесем, сен маған дәрілерді әкел бере ғой. Пошел мать, тварь нахуй, блядь. Сен дәрі алып келді деп мен күтіп тұрмын ғой. Кукланың үстін таптық. Мен Бариді кездестірдім. Менің үйіме қарамағасы барда. Ол ана жақта, сол жақта өлең айтты. Оның дауысы, түрі және де нежный дауысы мені байландырып алды. Дуалап алды, пленили, қылғылып алды. Білмеймін, белгісіз енді бір адам. Маған енді мне нужно приблизиться к ней. Маған енді оған жақынырақ болу керек дейді. Закрыть записку. В этом тоне есть что-то тревожное, настоятельное, даже пугающее. Я дұрыс айтасың, қорқытатын бірдеңе бар мынада. Қара, не байқап қалдым? Мынаның орнында бізде телефон тұрды. Сол себепті біз
дәрімізді ішіп аламыз, өйткені бізде телефонның орнында микрофон тұр. Галлюцинациямыз жалғасып отыр, ол жоғалып кеткен жоқ ешқайда. Давай, көреміз. Кукланың үсті бар, басы бар, енді ары қарай көреміз, жайғастырамыз. Бір дауыс естідім ғой. Кім жүр менің үйімде? Алло! Свет нормально жұмыс жасап тұр, телефон орнында, телевизор, гүл бар орнында. Ей, кімсің? Шық бері қарай. Кухня. Кукланың астын тарттық. Енді бізге не дейді? Однажды она призналась мне, что за ней каждую ночь следит мужчина. Бір күні ол, в общем, біреу аңдып жүр екен бір ер адам. Бірақ ол, наверное, сталкер шығар. Останься пока у меня моя квартира ближе к бару, знаешь. Сначала она посмотрела на меня нерешительно, но потом согласилась. Хе-хе, пора воплотить твою мечту в реальность. В этой записке чувствуется не просто забота, за ней будто скрыт какой-то более глубокий замысел. Замысел дәрінде көттеріңе тұрады кішкене. Жай, жай есікті. Мені как будто бір скример күтіп тұрған сияқты мына жерде. Или обязательно күтетін сияқты алдыға жылжиын. Бір күндердің бір күні осы жерде тұрады, отвечаю. Сука! Пидорас! Ебать, не істеп тұрсың, шик? Ваннада! Менің ваннамда не істеп тұрсың? Кукла, вроде бір кукла жинады. Бізге тағы да мынаумен қосқанда тағы 3 кукла жинауымыз керек болады. Сонда бұл ойын қашан бітеді сонда? Мені әдейі до конца бітіргізбейтін сияқты кукланың барлығын жинамайынша. Свет нормально жұмыс жасап тұрсын, ол главное. Телевизор, ешқандай импульс жоқ, микрофон. Микрофон тұрған жоқ, точнее. Кухня. Так, күте тұр. Кухняға келген кезде бізде мына жерде бачок тұрды ма? Мен мына бачокқа енді мән беріп жатыр, прикинь. Бізде бачок тұрды ма? Бачок болды ма, болмады ма? Кухняға бетіп кірген кезде. Прикинь, кухняның детальдарына именно сол бачок, именно ма подозрительно тұр. Либо болды, либо болмады. Көреміз енді. Ештеңе жоқ. Аквариумның ішінде балықтар. Бәрі нормально, шөп бар, ағаш, қабықтасын. Сен қойып бар. Блядь, енді мен ваннаны ашқым келіп тұрған жоқ. Өле қал ашпайын. Кішкене күтеді, есік кім ағып тұрған қарап келем. Балық бас. Фу! Кетші. Тақылмыш? Ботексіңді көрдік, көзің бадырақ екен. Тақылма бірақ. Істем, есікті ашайын ба? Жоқ. Әлі тексерген жоқ біз ғыбардымыз. Нормально. Месячный келген ба біреудің? Кете анаңды сенің сұрайын. Қане сенің тазған? Төртінші күн. Кока-кола, пепси. Рекламасы дерзкий. Іші балда бірдеңе жарқын шақа келсе. Так, мен не істедім кукланы? Кукла таптым ба мен алдыңғы затта? 3-ші күні. Қазір 4-ші күнге өттік, вроде шатаспасам. Ашамыз. Жастықтар орнында. Бәрі орнында. Лампочка бар, суреттер. Телевизордан ешкім атып кірмейді ода точно. Нормально. Аквариумның ішінде бәрі бір қалыпты. Кухня. Кухняда бізде бачок бір қалыпты тұрады екен. Есім күн жатты ғой, главный. 2-3 тарелка. Біреу жорғалап жүрген сияқты ма үйдің ішінде? Мне кажется, ма. Свет. Бір күні осы светті өшірем, ол қайтадан жанбай қалады. Отвечай. Сондай бірдеңесі болатын сияқты. Күтіп кет.
таза, бірақ кішкене жаңағы қаннан кейін мына жерін дат басып қалған екен. Ох, ёбанутый жизнь. Что ты делаешь? Вот шел, кім келіп тұр екен бізге? Ой! Артында біреу келатыр, артында біреу келатыр. Қана. Блядь, мен глазоктан қарадым, арғы бетінен қарап тұр, и артында біреу келатыр ғой, прикинь. Блядь, Фредди Крюгер. Нормально. Breaking news. Multiple severely mutilated bodies have been discovered at a villa up in the mountains in Gyeonggi province. All victims were found with violent external wounds. Police are conducting search operations, considering the possibility that additional missing persons may still be alive. In particular, given the discovery of various medical instruments at the villa, investigators are focusing on the possibility that the suspect may be a practicing physician. As more information becomes available about this case, we will further update you. В общем, телевизор қосылды, срочный. Жертвы были жестоко изуродованы. Кто мог это сделать такое? И зачем? Короче, срочные новости. Айтты бізді бұл аномалия болып санала ма екен? Бірақ ол жоғалып кетті, иллюзиямыз жоғалып кетті, бірақ ол аномалия емес. Біздің иллюзиямыз ұзақ созылатын болса, және де ол жоғалмаса, вот сол иллюзия опасна. Бірақ пока нормально болды. Жоғалып кетті. Кухня. Ага, бәрі нормально. Мен бәрі нормально. Кухнядан, ең главный кухнядан опасность күтпеймін бар ғой. Так. Телевизорден пока ештеңе айтпайды. Орхидея орнында. Шкаф. Ага. В общем, жаңа новостиде не айтты? Осы бір аймақтарда, осы бір маңдарда бір адамдардың денелері табылған ғой. Короче, түрін жадын изуродовать етіп, кесіп, сондай қылып тастаған, в общем. Оны подозреваемый врач деп ойлайды. Практикада жүрген. Көз шықпа, главное көз шықпа. Мусорный пакет. Осының ішіне бірдеңе шығады сияқты, походу. Кім келіп тұр вообще? Фредди Крюгер. Сен үйге келмейтін бе едің? Сразу артынан келе тұратын едің ғой. Нормально, мынаның ішінде нормально. Тағы да бір қарап шықпасам, уже ойында қайтадан бастайтын желание жоқ. Бірінші күннен бастап білесіңдер ғой, әр күн сайын, әр түрлі. Уже нешінші рет өтіп отыр, бірақ кукланы соңына дейін жинамайынша, мына ойын бізді соңына дейін өткізбейтін сияқты. Ешқандай аномалия көріп тұрған жоқпын. Ешқандай аномалия байқалған жоқ еді. Екі рет тексеріп шықтым, бәрі өзінің орнында нормально. Потолоктарға қараймыз. Потолокта, может, білмеймін, бір үлкен паук жабысып тұрған шығар. Нормально. Мындақта жоқ. Нормально. Үйде вроде біреу жүрген сияқты ма, или менің сықырларым бар естіліп атқан. Сен жайғақшы, тық-тық-тық кетпей. Не қарайсың? Жынданба ма? Давай. Мен мына жерде ешқандай аномалия көріп тұрған жоқпын. Ешқандай аномалия жоқ. Ал, давай, есікті ашып көреміз. Мусорный, бәрі нормально. О, слава богу, Фредди Крюгер. Фредди Крюгер маған дәрімді әкеліп тастады, бәрі нормально. Айттым ғой, дұрыстап қарайтын болсаңдар. Если мен қорқпаған болсам, нормально өткен болсам, все, бәрі, значит, нормально деген сөз. Бірден естіліп отыр ма? Күте тұр. Ёбашу мать, айттым ғой кухня, сука! Пидорас ебаный!
Бля, түсіп ғой. Ебать, жетінші күн нахуй. Ебать, темекі шегіп қайтамын. Еба, нафиг надо. Келемші. Күте тұр. Келдім. Не болып отыр? Давай, көреміз. Бісміллә. Главное, бісміллә. Нормально. Кухняны ашпайын. Пидорас. Бірақ кухняда тоже бірдеңелер болып қалар сияқты. Екінші рет бірақ кухняға аномалия. Жатып тұрған, вроде байқамадым мен. Байқасам, сразу айтатын едім ғой. Мынау болды ма мына тауық? Болды ма, болмады ма? Гүл орнында, свет сөндірсем қосылады, нормально. Келеміз. Нормально, мусорлар орнында, ботинка бар. Тағы не бар еді, мына жерде полотенце ілініп тұр. Ванна. Ваннада тоже нормально. Зубной щетка бәрі орнында, бумага, туалет. Өзімізді көрмейміз. Нормально. Сағат. Давай, есікті кім атып тұрған? Көрейік, мүмкін тағы артымыздан біреу жатқан шығар. Жүнгіт, ой, жинау, сен ба? Кішкене күте тұр, мен мына жерде дұрыстап қарап алмасам, уже 7-ші күнге келдім, рисковать еткім келіп тұрған жоқ, қайшым бәрі орнында. Кухняға кіруге қорқып қалдық прям. Телевизор, шумы бар, нормально. Есік жауып алып, мына жерде тұрсам қалай жалпы, ешқайда кетпей. Бірақ ашып өтуімізге тура келеді. Келеміз, көреміз. Вроде бәрі нормально, Мынаны ашық қалсам, бір күндердің бір күні ішінде біреу бүктеліп атырады. Айтайын, отвечаю. Шошытады мен. Ешқандай аномалия байқап тұрған жоқ па. Бәрі нормально. Мені жүнгіт алдай қоймас. Астынан қарағанымшы сразу. Жындан бас шей. Сурет күшік, бәрі нормально, да? Күшігім вампир болып кеткен жоқ. Тағы да бір қарайым. На всякий. Есікті ашайын деп тұрмын, если что. На всякий. Тағы бір қарауым керек болады. Ваннада бәрі нормально болып. Жындан баш, давай есік ашам. Сауыш, ема, жүнгіт, сен күлгеніңнен айналып өтейін. Сауыш, 8-ші күнге келді. Последний күн. Қорқытпай қойды. Ебать, блядь, айттым ғой, 8-ші күн мені бүткізейін. Ебать, жүгір. Дәрім тұсалам ба? Өдеңе болып дәрім тұсалам ба? Дәрім түсші. 9-ші күн. 8 күннен кейін жазыласың ғой. Странно, тихо, нет обычного шума и галлюцинаций, которые я обычно слышу. 9-ші күн болып, дәрі ішіп жүргенімізге обычный шумлар жоқ, галлюцинация жоқ, мен ештеңе естіп тұрған жоқпын дейді. Мына жерде светте жоқ. Мына жердің бәрі әдемі болып тұр ғой. Бәсе, погода дейтін, ол есті осындай болып тұрады ғой. Телевизорды да қоса алмаймыз. Енді маған обратно істеу керек. Есікті ешкім қағып тұрған жоқ. Есік ашық тұр, прикинь. Біз ұйқыдан тұрдық, 9-ші күн бәрі нормально болып, бірақ есік ашық тұр. Каким-то образом. Шығам ба мен? Шығып көрейінші. Шығам ба? Қайда баратырым? Қараңғы. Тез жаншы, свет, тез. Есікке жақындадым. Есікті ашамыз, шығамыз, көреміз. Япония, мен білетін Япония. Әдемі. Қарашыңыз.
Давай, ойын шығамыз. Давай, тай. Ебать, бір сікті артынан. Мен жатып шыға бері ғой. Біреу You телефон went outside? That's impossible. Бұл мүмкін Are your емес. symptoms getting worse? Сенің симптомдарың... You're still taking your medication, right? Please wait just a little longer. I'll come see you soon. Я скоро приду к тебе. У меня ужасно болит голова. Я отчетливо помню, как меня ударили тупым предметом. Примерно сковородкамен ұрған сияқты. Бірақ та бұл не галлюцинация болған ма? Білмеймін, братан, қамап тастады. День первый дейді. Мен не, сен қайтадан өтем ба не? Айттым ғой, мені кукланың бәрін тауыспайынша жібермейді мына ойын. Кукланың басын аламыз. Что случилось с Борей? Почему она все еще остается в моей памяти? Борями не вот, неге он менің вообще памятімда бар. Борейға не вот, блядь, в натуре. Собака. Да, нормально. Нормально. Тағы есік соқты. Мына жерде вроде бір нәрсе тұрған сияқты, Либо мен есімде былайына шыққан кезде бір нәрсе болды мына жерде, и сурет тұрды. Бірақ не болуы мүмкін? Орнында жоқ. Значит, менде галлюцинация. Ага, мусорный пакет орнында. Ваннаны көреміз. Ваннада бәрі нормально. Мана үлкен бір хуйня тұрғаннан кейін, ебать, үстімнің бәрі бет дірілдеп отырмын кәдімгідей. Кім беріп тұрған? Блядь, Фредди Крюгер сен походу бар ғой, мен қайтадан обратно қамап тастаған. Ёб твою мать, ты чтишь нахуй! Да ну нафиг, неге? Мен даже дәрімді ішіп жетіскен жоқтым ғой. Блядь! Не болып отыр мына ойын? Жақындата аламын ба сені бейт? Анау бірдеңе көрсетіп тұр маған қолымен. Қап-қараңғы. Бля, ана жерде бірдеңе бар деп тұр ғой маған. Қайда кеттің кукла? Аха, или есіктен шық дейма маған. Аха, давай. Маған направление көрсетіп тұр ана кукла. Мен босына жинамаппын сені. Аты жи, сау бол, рахмет. Мына есікке кіреу керек пе? Ар жақтағы есік қайда? Where am I? Боря, мен қайдамын? Excuse me, doctor. Кешіріңіз, Someone, доктор. please. Біреу өтін. You're awake. What is it? Sooner than expected. Бұл не? Why am I tied up? Неге байланып тұрмын? Untie me. Right now. Босатыңдар. I can't do that. You're about to become something more special. Of course, you're already beautiful enough. Вы и так уже достаточно красивы. Yet beneath the surface, I believe a truly perfect form lies hidden. You'll become so beautiful, even your reflection won't recognize you. Балықпас. Негізі тыңдап, нормально адам еді ғой. Қозғалма, қозғалма. You'll mess up that flawless skin. If you keep moving, you might not turn out as pretty. Блядь, айттым ғой, балықпасына, сука! Жоқ, манағы қайтадан басталып жатқан жоқ. Ойын жалғасып жатыр. Next is a follow-up report on the previous incident. We continue to receive testimonies from victims who underwent illegal medical procedures at an unknown location. The police promise to focus all efforts on making a swift arrest based on the victim's statements, warning that the suspect may still be holding test subjects captive and continuing his illegal activities.
soon as more information becomes available, we will keep reporting on this Осыны айтып case. отырамыз дейді. Неужели мен солардың пленнигі болып қалдым? Жаңа жаңалықтарды айтып отқан адамдар сияқты дейді. Солардың бірі болып қалдым деп тұр. Енді айнаға қарағанда өзіміздің түрімізді көрмей тұрғанға қарағанда бір адам сондай сияқты. Міне айттым ғой, мына жерде светильник тұрды. Бәсе мына жер слишком пустой болып қалды. Мен уже есімде сақтау қабілетім барған сайын барады. Ванна. Кіреміз, тексереміз, нормально. Міне қараңдар, айнаға қараған кезде өзімді көрмеймін. Сол себепті мен де солардың бірі болуы мүмкін. Кім екен келіп тұрған? Мынаны да тоже примерно операциямен бірдеңе қылып тастады ғой. Так, бәрі нормально, телевизор өзінікін айтты. Мынау бірдеңе деді, анау бірдеңе деді. Ашайықшы. Сау болшы, айналайын. Жүнгі тосы сенің алдамайтының ризамын шы. Мәз болып дәрін бере саласың. Екінші күн. Чё, мен мына ойынды отпаймын ба не вообще? Давайте бетек, достар. Осымен бірінші бөлшегін аяқтайық. Екінші частын тоже артын суытпай жылдамдап шығаратын боламыз. Сіздермен бірге болған аманды, қош, сау болыңыздар. Сау болғанда енді көрсеміз ғой. Мына ойын ары қарай. Блять, шап! Пизду нахуй. Шық. Съебался. Остановить запись нахуй.